Biz бүгін айдып кезеттің, біз бүгін блог түсірейін жатырық. Мен тоғыз блог түсірем. Өткен мен көп не айтамын. Факт. Тоғыз факт Мен танысым мен сайын мен үйден шықпаймын, не үшін десеңіз, үйден шықпаймын, просто кеше вообще отлично потом ендеше бастайық. өткенде сабақ болып жүрген кезде класстасым алтауымыз үш қыз бір бала жүрген, сол бәріміз кафеге отырғанбыз. Потом бірнесі алып бер достар, бірнесі өздері алып бер. Потом мен үйге қайтқан соң мен Сен бос уақытыңда не істейсің? мамадан сұрамын, 200 теңгесі соған гамбургер аламын да жеймін. Потом екінші факт. Мен саған айтайын сұрақ. Сен бос уақытыңда не жейсің? Яғни мектепте, асханаға барғанда не жейсің? Мен мектепте асханаға жеймін, потом дарақ Болды, енді екінші фактыңды өзің айт. Сен бос уақытыңда, каникулда не істейсің? Далаға шығасың ба, әлде далаға шықпайсың ба? Бос уақытымда шықпаймын. Өйткені мен кәдімгі қадамын достар. Өйткені қаратауда ештеңе қызық жоқ достар. Пошта бар достар, бірақ пошта шықпаймын. Енді осы жаққа қарасыға келді. Тараздан поштаға шықтым, уже поштаға қызық емес. Достар, мен мамама көмектесіп жұмысты мамаға көмектесіп мына істеп істеп мусор төгіп істеймін. Ал сөйтіп барып жұмыс біткен соң мен аламын да сотканы сөйтіп барып мен не ойнаймын достар, бәлерін білетін шығарсыздар, флефа дейтін ойын, соны ойнаймын. Мамам мен нанға жұмсаған кезде мен барамын достар. Осы екінші факт айтарым жоқ, басқа енді бітті достар. Үшінші факт. Мен менде үш факт болады. Яғни мен бос уақытымда сұрақ қойдым. Сен осы каникулға шықтың, енді не істейсің бос уақытында, қатты бос уақытында? Мен бос уақытымда үйде отырып мамама көмектесемін, ыдыс жуамын, бөлмемді жинап қоямын, және де
менің сотқа көре бергені ішім өте пысады. Сол үшін де мен анаммен көмектесіп боламын. Одан кейін бірақ маған телевизор көрген қызық болады. Және де менің көретін видеом дейді анам. Болады ол орыс қыздар менің бір Енді екінші факт, сен достармен жүрген қызығасың ба? Достармен жүрген. Достармен жүргенде өте қызығамын. Бірақ мен бос уақытымда мүлдем достармен ойнаған жоқпын. Потому что мен осы тарапқа көшіп келгеннен кейін уже мен вообще достар тапқан жоқпын. Только мектептен ғана достар тапқанмын. Мен достармен жүргенді ұнатамын, но қатты емес. Сен Екінші фактым осымен бітті. ал үшінші факт, сен анау неге шыққың келме, площадьқа анау неге Мен мүмкін? площадьқа қызықпаймын, мен кішкентай қыз емеспін. Мен площадьқа шыққан жек көремін. Просто мен андай нем паспортқа шыққан жек көремін. Просто маған әшем ояқта не істеуге ұнайды андай катамаранға мүмкін ұнайды. Катамаранға мен паркте катамаранды ғана жақсы көремін. Және жеңіс паркінде катамаран бар, мен соған көшіп қайтамын. А то маған ол жақта ештеңе қызық емес. Нормально сатып жегенге, бүйтіп жүргенге аралап, а то катамаранға да қызық болады. Екінші факт, үшінші факт осымен бітті. Иә. Ендеше видеомыз бітті. Енді комментарий обязательно жазылсын, колокольчик обязательно басылсын, лайк обязательно басылсын. Достар, сіздердің ештеңеңіз кетпейді, достар. Бұл әшін лайк бассаңыздар, Бұл каналды менің атымда Адик Кезет десеңіздер шығады, достар. Адик Кезетке салып қоятын боламыз. Ендігісін Аминаткаға салып қоятын боламыз. Ендеше всем пока.